Наке Animations. Жыл мезгілдері. Жаз. Бұл керемет мезгіл. Күн ыстық, су жылы. Нағыз шомылатын уақыт. Жеміс-жидектердің пісіп, нағыз тоқшылық болатын уақыт. Бұл мезгілдердің ішіндегі ең ыстық мезгіл. Адамдардың уайымсыз, жеңіл, жұқа киінетін кезі. Жан-жануарлардың тіршілік кеңейтіп, гүлдерін өсіріп өндіретін уақыты. Күз. Бұл кейбіреулер үшін әдемі, көркемдікке толы мезгіл. Ал кейбіреуге көріксіз, көңілсіз мезгіл. Күзден әдемілікті көретіндер, өсімдіктердің сарғаюын, түрлі түске өзгерген жапырақтардың, ағаштардан құлап, күзгі желмен жан-жаққа ұшуын елестетеді. Осы мезгілде көптеген дәнді дақылдар, жеміс-жидектер пісіп, таудай өнімдерін береді. Осыны да олар осыдан көреді. Ал көріксіздік пен көңілсіздікті қайдан тапты екен кейбіреулер? Бұл адамдар үшін жаздағы жасыл өсімдіктердің қурап сарғаюы, ағаштардың жапырақсыз қалуы, көркем дауысты құстардың басқа жылы жерлерге ұшып кетуі, күннің салқындауы мен бұлтты күндердің көбеюі көріксіз, көңілсіз болып көрінеді. Сондықтан да болар қоңыр күз деген атаудың шыққаны. Қыс. Бұл ең суық мезгіл. Бұл мезгілге адамдар да, жануарлар да дайындалады. Адамдар үйін, жануарлар інін дайындайды. Күзде жиналған мол азықты дайындап сақтайды. Өйткені қыста азық та жоқ, жылу да жоқ. Бұл қиындықтың кезеңі. Дегенмен, бұл мезгілдің де өз қызықтары бар. Қыста қалың қар түседі, балалар сырғанап ойнайды, қар атысып ойнайды. Ал диқандар күзде жинаған өнімін сатумен әлек болады. Сондықтан қыстан қатты қорықпа, оған дайындал. Көктем. Мезгілдердің ең көркемі, ең көңілдісі. Күн жылынып, қар еріп, өсімдіктер жасыл түске орана бастайды. Кейіннен бәрі гүлдейді, тамаша иіс шығарады. Адамдар үйлерінен, жануарлар індерінен шығады. Күзде ұшып кеткен құстар қайтып келеді, малдар төлдейді, құстар сайрайды. Бір сөзбен айтқанда, бәрі керемет болады. Сондықтан шығар, өзіме бәрінен де осы көктем ұнайды. Ал саған ше?
ойланып көр.